Бәріне сәлем достар, бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 9 тарауының 2 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кітап күні. Бірінші тапсырма аудиожазба екен, бірақ астындағы сұрақтары аудиожазбаға байланысты, бірақ аудиожазбада былай депті деген секілді сұрақтар айтылмапты. Онда астындағы сұрақтарына жауап беріп кете берейік. Бірінші сұрақ: кітап жаһанның басты жаңалығы деген пікірмен келісесіңдер ме? Кітаппен достасудан қашқақтап, әр парағын жұлып, қор қылып ұстайтын адамдар туралы не ойлайсыңдар? Мәтін авторының құрбысы сияқты барлық кітапқа аянышпен, жанашырлықпен қарайтын достарың бар ма? Шын достықтың, ізгі ниеттің, терең ойдың, асыл сөздің қадірін бағалай алмағанымыз ұят қой. Осы сөздер сендерге қандай ой салды? Иә, келісемін. Кітап адамзаттың ең маңызды жаңалығының бірі. Ол арқылы білім ұрпақтан ұрпаққа беріліп, өркениет дамып келеді. Кітап болмаса ғылым да, мәдениет те, тарих та дұрыс сақталмас еді. Сондықтан кітапты жаһанның басты жаңалығы деп атауға толық негіз бар. Екінші сұрақтың жауабы: мұндай адамдар кітаптың құндылығын түсінбейді. Кітап білім мен тәрбие көзі. Оны ұқыпты ұстап қадірлеу әр оқырманның міндеті. Үшінші сұрақтың жауабы: иә, ондай достарым бар. Олар кітапты ерекше жақсы көреді. Оны мұқият ұстайды және өзгелерге де кітапты бағалауды үйретеді. Төртінші сұрақтың жауабы: бұл сөздер шынайы достық пен жақсы ойлардың маңызын түсінуге көмектеседі. Біз кейде жақсы нәрселердің қадірін білмей жатамыз, сондықтан оларға құрметпен қарауымыз керек. Екінші тапсырма: достарыңмен ең соңғы оқыған кітаптарың туралы сұхбаттасыңдар. Соңғы оқыған кітабың қандай? Мен соңғы рет Мұхтар Әуезовтың «Көктерек» шығармасын оқыдым. Ол не туралы? Бұл шығарма қасқырдың өмірі мен оның адаммен қарым-қатынасы туралы. Автор жануарлардың да өзіне тән мінезі бар екенін көрсетеді. Саған бұл кітап ұнады ма? Иә, өте ұнады. Себебі шығарма табиғат пен адамның қарым-қатынасын жақсы сипаттайды. Сен бұл кітапты достарыңа ұсынар ма едің? Әрине, бұл кітап тек қана қызықты емес, сонымен қатар адамға көп нәрсе үйретеді деп жазып аламыз. Үшінші тапсырма: кітап досың, ұстазың, кеңесшің, ақылшың тақырыбында жинақы мәтін жазыңдар депті. Кітап адамзаттың баға жетпес қазынасы. Ол бізге білім беріп, ой-өрісімізді кеңейтеді. Кітаптан жаңа нәрселер үйренеміз, өмірдің сан қырын түсінеміз. Жақсы кітап сенімді дос сияқты. Ол бізді ешқашан жалғыз қалдырмайды. Сонымен қатар кітап ұстаз іспетті. Өйткені ол бізге өмірлік сабақ береді, дұрыс жол сілтейді. Қиындыққа тап болғанда кітаптан ақыл кеңес табуға болады. Сондықтан кітаппен достасу өз болашағымызды жарқын ету деген сөз. Төртінші тапсырма: жинақы мәтінге себеп салдар істеулерін қатыстырыңдар депті. Кітап адамзаттың ең сенімді серігі. Сондықтан ол бізге білім беріп, ой-өрісімізді кеңейтеді. Жақсы кітап адал дос. Өйткені ол ешқашан сатпайды және үнемі жаңа нәрсе үйретеді. Сонымен қатар кітап ұстаз сияқты. Себебі ол бізге өмірлік сабақ береді, дұрыс жол сілтейді. Қиындыққа тап болғанда кітаптан ақыл кеңес табуға болады. Сол себепті оны құрметтеу керек. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер себеп салдар істеулері. Бесінші тапсырма: берілген даналық сөзді жаттап алыңдар. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге депті. Осы даналық сөзді жаттап алыңыздар. Бесінші тапсырманың керек жоқ. Алтыншы тапсырма: Абайдың өлеңіне қатысты түсіндірме, комментарий жазыңдар депті. Абайдың сөздері дегенге бағанағы бесінші тапсырмадағы даналық сөзді қояйық. Ал түсіндірмесіне жазайық. Абай Құнанбаев бұл өлеңінде білімнің, еңбектің және адалдықтың маңыздылығын көрсетеді. Ол адамның пайда құмарлыққа емес, әр намысқа ұмтылу керектігін айтады. Білім мен ғылымды игеру үшін талмай еңбек ету керек екенін атап өтеді. Кітап білімнің қайнар көзі, ал оны оқып үйрену әр адамның борышы. Осылайша Абай жастарды адалдыққа, еңбекқорлыққа және білімге құштарлыққа шақырады. Осылай жазып аламыз. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.